Бірінші наурыз алғыс айту күні қоғамның бірлігін айғақтайтын ерекше күн. Осыған орай Достық үйінде облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен алғыс айту күніне арналған мерекелік шара өткізілді. Аталмыш жиынға облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов арнайы қатысып, қызылордалықтарды айтулы мерекемен құттықтап, жылы лебізін айтты. Шара барысында өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына және қоғамдық келісімді нығайтуға үлес қосып жүрген бірқатар азаматтар аймақ басшысының алғысымен марапатталды. Сонымен қатар шара қонақтары кітап көрмесін тамашалап, тілектер картасында ізгі ниеттерін білдіруге мүмкіндік алды. Мерекелік кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласып, әуелеген әндері орындалды. Бірінші наурыз Қазақстанда алғыс айту күні мерекесі болып табылады. Бұл мерекенің жалпы біздің қоғамның рухани дүниесінде алатын үлкен орны бар деп есептеймін. Қазақстан көп ұлтты ел. Біздің елімізге ұлттардың көпшілігі өз еркімен келген жоқ. Кешегі тоталитарлық әкімшілік жүйенің саясатында арқасында бізге жер аударылып келген. Бірақ біз келген ұлттарды жерсінген жоқпыз, оларды итерген жоқпыз. Қазақ халқы өздерінің тән қонақжайлығымен бұл келген ұлттарға жақсы көмегін жасады. Міне осы бірінші наурыздың алғыс күнінің жариялануының негізінде де осы біздің республикамызда мекендеп отырған ұлттардың қазақ халқына деген мынау ризашылығы деп есептеймін. Осы күні олар өздерінің сонау қиын-қыстау кезеңдерінде, ауыр кездерде өздеріне жағдай жасаған, көмектескен қазақ халқына алғыс айту күні.